Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан шекарасы тас жолында қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Жоба құны 19 миллиард 8 миллион теңге. Бұған дейін бірде-бір рет күрделі жөндеу жүргізілмеген трассаға енді екінші дәрежелі асфальт төселеді. Тәулігіне 6000 көлік жүріп өтсе де шыдас беретін жол 15 жылға пайдалануға есептелген. 85 шақырымдық тас жолдың құрылысы 2019 жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Құрылыс жұмыстары қарқын алған. Айналма жолдар салынып, жер төсемелері төселді. Су өткелдеріне құбырлар қойылуда. Бұған қоса жолдың қасына асфальт бетон зауыты қондырылып жатыр. Осы жұмыстарды көрген ауылдықтар қуаныштарын жеткізді. Жолдың азабын тартқан шетелдіктер де пікір білдірді. Бұл дейтін енді өте маңызды жол. Маңызы бар жол. Мына алыс елді мекендерге қатынайды жол. Мына үкіметке сау болсын, бастап бізге беті бері қарап салып жатыр. Енді осы жолды бір аяқсыз қалдырмай, аяғына дейін бітірсе деп тілейміз енді. Халықтың тілегі сол. Мына Сыңғырлау, Ақжігіт елді мекен Тәжен бар. Қазақстанға 10-15 күнде бір келіп кетемін. Көлігім тез бұзылады, жолдың жағдайы нашар. Ал Өзбекстан мен Ресей бағытындағы жолдар әлде қайда жақсы. Жолдың құрылысына 250-ге жуық техника мен 300-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Басым бөлігі осы маңдағы ауылдардың тұрғындары. Өзге өңірлерден келген мамандар да бар. Сыңғырлау ауылының тұрғыны Зинула Оқуов 2 айдан бері осында жұмыс істейді. Жаңа жолдың бойында кәсіп ашуды да жоспарлап қойыпты. Осы жол бітіп бәрі жақсы болса, бүткіл халқымызға жақсы болайын деп тұр. Сыңғырлау елді мекенде отқандар өнімдерінде бейнеуге апару үшін бұрынғы нелерде осы жолда жатамыз. Қарда, балшықта жүре алмай, батып, сондай болып. Енді мына асфальт жол болса, қапталынан шайхана мына нелер салынып, ауылдың мына жастары жұмысқа кіріп жатыр бір жағынан, жұмыс жүрген адамды жоқ осы. Енді мен өзімдің ойым бар, осы қапталынан бір шайхана ашып нетіп өтеді. Жолдың сапасы басты назарда. Оны техникалық қадағалау мамандары күнделікті тексеріп отыр. Облыстық жол зертханасы да бақылауында ұстайды. Бұрын кезінде совет дәуірінде салынған жол. Одан бері жаңағы орташа жөндеулер ғана болып өткен, мұндай күрделі жұмыстар, қайта жаңа жұмыстар жүргізілмеген. Бұл жобаны тапсырыс беруші Қазавтожол ұлттық компаниясы. Ешқандай қазіргі таңда қиындықтар жоқ. Жаңа пайдаланылып жатқан материалдар бар, жергілікті материалдар. Бұдан бөлек Құрық Жетібай және Жетібай жаңа өзен жолдары күрделі жөндеуден өтеді. Бұл жобалар келер жылға жоспарланған. Сондай-ақ 2018-де Кендірлі Түркменстан шекарасы тас жолына орташа жөндеу жүргізу көзделіп отыр. Аягөз Оралбайқызы, Саламат Қайыпов, Фархат Шатқам, Айна ақпарат.